Сәлем достар, Boston KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Америкаға келгенде білу керек бастапқы нәрселер. Әсіресе балалармен келген отбасылар үшін өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ең бірінші, Америкаға келгенде адамдар қандай штатқа баратынына өздерінің бенефитстері немесе ол штатта қандай мүмкіндіктер барлығына байланысты келетін болады. Жалпы егерде біз болашақпен келетін студенттер жайында айтатын болса, көбісі Бостон қаласын таңдайды. Оның себептері: ең біріншіден, Массачусетс штатының заңы бойынша әрбір адам да өзінің жеке иншуренсы кепілдігі, медициналық кепілдігі болу керек. Ол дегеніміз, егерде студент келетін болса, ол өзіне міндетті түрде университеті тарапынан міндеттеліп, ол иншуренсті жасайды, яғни оған болашақ төлеп береді. Бірақ та оның қасындағы депенденттері, яғни F2 мен келген қасындағы жанұясындағы балалары, әйелі, оларға да иншуренс кепілдік керек. Массачусетс штатында ол өте ыңғайлы, қолайлы. Яғни оны Америкаға келгенде онлайн немесе офлайн барып тапсыруға болады. Оның оңай жолдары бар. Яғни біз Қазақстаннан келгеннен кейін алатын 2000 айлық стипендия, яғни 9 айда ол 18.000, жылына 18.000 деп көрсеткеннен кейін біз бұл жерде low income family, яғни жағдайы төмен отбасыларға жатамыз. Себепті біз үшін көп жағдайда бұл иншуренс тегін болады. Яғни мектепке бару үшін баланың medical form, арнайы мектепке арналған формасын алу үшін бұл иншуренс өте керек. Яғни иншуренсіміз дайын болды, енді бізге мектепке керекті құжаттар жинау керек болады. Ол үшін әрбір қалада Parent Information Center, яғни ата-аналарға арнайы мәліметтермен бөлісетін орталыққа барып, қандай құжаттар керек екенін алып, сол құжаттар тапсыру керек. Әр қаланың шарттары бөлек болуы мүмкін. Жалпы 2 аптамен 1 ай ішінде баланы мектепке орналастыруға болады. Енді келесі сұрақ: қандай қалаларда тұрған абзал? Ең топ 3 қала мектеп жайында айтатын болсақ, ол Лексингтон қаласы, Ньютон қаласы және де Брайтон қаласы туралы айтады. Әрине, ағылшын тілін енді үйренетін бала үшін басқа қалаларда да үлкен мүмкіндік бар. Кембридж, біздің өзіміздің балаларымыз Молден қаласында оқып жатыр. Эверетт, Медфорд, Риверс атты қалаларда балаға жақсы ағылшын тілін үйренуге сондай мүмкіндік бар. Балаға иншуренс бергеннен кейін бұл жерде үкіметтік бағдарлама, WIC деген бағдарлама, яғни Women, Infant, Children деген бағдарлама картасын алуға болады. Ол картаның көптеген пайдалары бар. Біріншіден, ол карта арқылы көптеген музейларға тегін немесе жеңілдіктермен кіруге болады. Және де ол бағдарлама арқылы үйге интернет тегін кіргізуге болады, немесе үлкен жеңілдікпен. Одан бөлек басқа да коммуналдық желілерге байланысты жеңілдіктер алуға болады. Жалпы Америкаға келерде көптеген ақпараттарды біліп, алдын ала дайындалып келген дұрыс. Себебі көптеген қазақ бауырларымыз білместіктен көптеген шығындар жасап қойып жатыр. Яғни, егер бұл видеоны пайдалы деп білсеңіз, тағы да көптеген басқа да өзімнің басынан өткен немесе сіздерге керек болады, пайдалы болады деген ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ал сіздер бізді қолдап, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызда өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Келесі видеода кездескенше.